Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Тұрайық кәне орнымызда. Бүгінгі біздің сабағымыз бүтін көрсеткішті дәрежелердің қасиеттерін қолдана отырып есептер шығару. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз ең бірінші өзімізге жақсы бір тілек тілейік. Алдымызда жатқан стикерден әрқайсымыз бір-бірден алайық. Енді осы стикерге кім өзіне бүгінгі сабақта не тілейді, соны жазайық. Қысқа да нұсқа. Сәттілік тілейсің ба, әлде жақсы нәтиже тілейсің ба, топтық жұмыста өзіңді белсенді көрсете білуді тілейсің ба. Сондай бір ауыз бір сөз жазайық, тез-тез. Енді көршімізге қарайық, қанекей, бәріміз көршілерімізге қарайық. Арқамызбен қараймыз. Енді осы стикерді көршіміздің арқасына жабыстырып қояйық, қанекей. Енді келесі көршімізге қарайық, қанекей. Ауысамыз орнымызбен былай, керісінше ауыстық. Ал, Бақдәулет, не тілейді екен? Бақдәулет өзіне, қане оқиықшы. Денсаулық пен сәттілік. Жақсы, Аружан не тілейді екен өзіне? Тәмелесі өте ғой. Жақсы нәтиже, топтық жұмыс. Жақсы нәтиже күтеді екен. Келесі Арлан, қане көршің не тілейді екен өзіне? Мен жақсы есеп шығаруды тілеймін. Жақсы есеп шығарды. Айым, қане көршің не тілейді екен өзіне? Диас не тілейді екен өзіне? Наоборот. Жақсы есеп. Наоборот. Дұрыс, Диастың оқы, Диас. Жоқ, мен Жақсы есептерді шығаруға сәттілік тілеймін. Жақсы. Осы айтылған тілектерге басқа тағы бір тілектер көрдіңіздер ме көршілеріңе? Қараташ қане? Бар ма екен? Бар, Тамила, қандай? Мен осы тапсырманы саған сәттілік тілеймін. Жақсы. Жақсы, отыра қойыңдар. Бәріміз өзімізге бір-бір жақсы пікір айттық. Оқушылар, келесі екінші тапсырмамыз біздің. Бұл сабақтың тек сөздерін табу. Естеріңде бар болса, біз филфартты шешіп үйренгенбіз. Соның нәтижесі бойынша біз бүгінгі сабағымыздың негізгі тірек сөздерін табамыз. Қанекей, әрбір топқа тапсырма. Кім қандай тірек сөзді көріп тұр? Белгі береміз? Белгі береміз. Бүтін. Жақсы. Келесі. Натурал. Бүтін, натурал. Тағы да сөз болуы мүмкін. Көрсеткіш. Тағы екі негізгі тірек сөзіміз бар. Натурал, бүтін, көрсеткіш. Негізі. Жақсы. Міне, бүгінгі сабағымыздың негізгі тірек сөздері ол натурал, бүтін, дәреже, көрсеткіш, негізі. Енді осы негізгі тірек сөздерді пайдаланып, қазір бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақтың жауабына қайта оқылайын, қанекей. Натурал көрсеткішті дәреженің мәні теріс сан немесе 0 болуы мүмкін бе? Бұлар? Иә, мүмкін. Арман, қанекей ойлана ғой? Өйткені 0 ол бір бүтінге бір дәрежеге болады. Натурал көрсеткіш дәреженің мәні теріс сан немесе 0 болуы мүмкін бе? Натурал сан. Енді негізгі тірек сөздерді пайдаланып келесі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Натурал көрсеткіш дәреженің мәні теріс сан 0 болуы мүмкін бе? Бибажан? Натурал көрсеткішті дәреженің мәні теріс сан болуы мүмкін емес. Болады. Екі дәрежені көбейткенде қандай сан шығады? Насыл? 10. Жақсы. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу ережесі қолдану үшін дәреженің негізі мен көрсеткіші қандай болу керек? Бұлар?
негіздері бірдей, бірақ дәрежелері әртүрлі немесе бірдей. Жақсы. Аның қандай мәндерінде аның нөлінші дәрежесінің мәні бірге тең болады? Нұрдәулет? Кез келген сан нөлден басқасы. Жақсы. Көбейтінді немесе бөлшекті натурал дәрежеге шығарған кезде теріс сан немесе нөл шығуы мүмкін бе? Әсем. Шықпайды. Шықпайды. Жақсы отырады. Келесі тапсырма. Бұл енді келесі тапсырмамыз бұл де практикалық жұмыс. Практикалық жұмысқа қазір былай бөлінеміз. Жартымыз компьютерға отырамыз, Білімленд ресурсындағы ITS есептерін шығарамыз. Келесі қалған оқушылар, оларға келесі бір тапсырма беріледі. Түсінікті ме? Енді екі топқа бөлінейік. Так, орындағы қалған оқушыларға тапсырма беріледі. Әрқайсымызға жеке-жеке Бадалет берға жылжы ғой. Так, сені берға жылжы. Бұл жерде бірнеше есеп берілген, әрбір есепке белгілі бір әріптің комбинациясы тиісті. Енді сендерге барлық есептерді шығару нәтижесінде берілген жауаптарға сәйкес әріптерді мына кестеге толтырып шығасыңдар. Сол кезде сендерде бір сөз шығады. Ол бүгінгі тақырыпқа байланысты. Уақыт барлықтарымызға бірдей 5 минут уақыт беріледі. 5 минуттан кейін топтар ауысамыз. Білімленд ресурсқа кірейік. Так, оқушылар аяқтағандарыңыз бар ма? Мен болдым. Жақсы. Так, тестілеудің нәтижесі бойынша жанайым 86% жинады. Неше? 7 есептің 6-ы дұрыс. Жақсы, енді не жасауға болады тағы бұл жерде? Бір есебі қате шықты, солай ма? Соны қатемен жұмыста қарайық. Қай есебіміз? Так, бірінші есебіміз дұрыс. Екінші есепте қате жіберіпсің, е? Қай жерде қате кеткені мына астындағы шешімі бойынша қарай аласың. Бірінші тапсырманы орындап жатқан оқушылардың аяқтағандар бар ма? Бадалет, жақсы. Қандай тірек сөзіміз шықты? Қане көрейік. Дәреже. Дәреже. Әрбір әріпке сәйкес комбинацияны тауып шықты. Дұрыс, жақсы. Жақсы. Екі тапсырманың нәтижесімен біз біраз жетістіктерге жеттік деп ойлаймын, е? Енді қазір сендермен бұл жекелей жұмыс болды. Қазір біз сендермен топтық жұмыс жасаймыз. Әрбір топқа тапсырма беріледі. Тапсырма барлықтарымызға бірдей, сондықтан да оны тексеру қазір бізге оңайға түседі. Тапсырма мынандай. Бүтін натурал көрсеткіш дәрежесі бар есептерді шығарамыз. Осы параққа шығарамыз. Топтың нумерациясын қойып қойық, кімнің тобы екен. Мынау бірінші топ болсын. Арла сендер топтарын екінші топ жеп қойыңдар. Сендер үшінші топ, Тамила сендер төртінші топ. Енді сендерге мынандай белгі берді әрқайсыларына. Алдарында тұр күн, мынандай бұлт және күн мен бұлт аралас. Не үшін? Қазір әрбір топ өзінің жауаптарын тақтаға қойып қояды. Сол бойынша біз оларға баға береміз. Егер де ешқандай қате болмаса, біз оларға күнді ұсынамыз. Стикер ретінде жасырып қоямыз. Егер де шамалы бір қателері болса, онда күн мен бұлтты қоямыз. Егер есеп мүлдем қате болса, онда тек қана бұлтпен белгілеп қоямыз. Жақсы. Ал кірістік. Уақыт кетті. 2 минут уақыт кірісеміз. Очередь қарай береді. Осы қағазға қарай береді. Қарай береді. Тапсырмалар дайын ғой, жауаптар. Жақсы. Осы бірінші топтың тапсырмасын екінші топ тексереді. Екінші топтың тапсырмасын үшінші топқа береміз. Үшінші топтың тапсырмасын тексереді бізде. Төртінші топ, үшінші топтікі. Енді төртінші топтың тапсырмасын бірінші топқа береміз. Есептің жауабын жазып қояйын. Осындай жауап шығу керек. 8-ден 1 Y-тің кубы немесе 0,125
Кімде осындай жауап шықты? Сол топтың мына парағына берілген 3 стикердің біреуін жабыстырамыз. Жаңағы түсіндіріп кеттім мен, е? Егер барлығы дұрыс болса, онда күнді жабыстырамыз. Шамалы қателіктері болса, басын есептің дұрыс бастап, соңына қарай қателесіп қалса, онда бұл пен күн. Мүлдем есептің жауабы дұрыс болмаса, онда бұл. Берілген тапсырмаларды орындау нәтижесінде бізде мына топтар жақсы жетістікке жетті. Оның бірін атап өтетін болсақ, ол бізде 4-ші топ. Есептерінің барлықтарын шығару жолы дұрыс, жауаптары дұрыс. Оларға берілген стикер күн. Келсеміз бе бірінші топ? Келесі күн мен бұл шамалы қателіктері бар. Ол бізде қай топ? Номер 3-ші топта. Жақсы нәтиже бұларды да. Тек қана жауапта бұлар 8-ден 1-ді 8 деп жазып қойған. Ең соңында қысқартқанда соны ескермеген. Келесі екінші топ пен бірінші топта есептерінің жауаптары қате болғандықтан оларға берген стикеріміз. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, енді 2 жұлдыз бір тілекпен аяқта, әрбір топ өзінің ішінде қалып қоймасын, қандай да бір мәліметтері білмей қалған, немесе бүгінгі сабақ бойынша жақсы нәтижесімен бөліссін. Не нәрсені болашақта әлі тағы да егеру керек сонысына байланысты. Бірінші топтан кім? Ғадолет? Біздің топтық жұмыс жақсы болды, бірақ бізге шамалы білім жетіспеді. Біз әлі есептерді көп шығару керекпіз және мәліметтерді көп білу керекпіз. Жақсы. Келсеңіз бе топ? Жақсы. Келесі екінші топта қане? Айым. Біздің топ емші болды. Біз келесі кезде жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Барлық балалар, біздің топта отырған барлық балалар есепті жақсы шығарды, бірақ кішкене болса да қателіктер кетті. Жеңген топтарға сәттілік тілейміз. Жақсы. Келесі үшінші топта? Бұлар? Біздің топта ұйымшыл жұмыс жақсы атқардық, бірақ бізде де бір жетпей қалған нәрселеріміз бар, ол білім, кішкене шапшаң болу жетпей. Шапшаң жетпей. Төртінші топта, Тамерлан, сендер топтарын жақсы нәтиже көрсетіп отыр, тестта да, тапсырмада да. Бүгін жақсы топ жұмыс жасадық, ұйымшыл болдық. Біз есептерді сонша көп шығармағандықтан бізде арасында кішкене қателіктер туындап отырды. Өзі ай-тесткада өзіміздің көрсеткіштерімізді, деңгейлерімізді көрсеттік. Бүгін біз өзім үшін, тобым үшін және өзге топтар үшін бұл пайдалы сабақ болды деп есептеймін. Енді осы сабақ көңілді бізге. Енді бүгінгі сабағымызда көріп отырғандай өте көп нәтиже көріп сендерден. Жалпы білімдерің жаман емес, ай-тест және қосымша жасалған тапсырмалар топтық жұмыста өз білімдеріңді жақсы жетілдірдіңдер. Бүгінгі сабақта жақсы нәтиже көрсеткен оқушылар бар бізде, атап өтсек, бірінші топта бізде Бағдәулет жақсы жұмыс жасады бүгін, топ жетекшісі ретінде. Екінші топта бізде Бибажар, топ жетекшісі ретінде жақсы жұмыс жасады. Бұлар өз тобын жақсы жетілдірді, және бүгінгі топтың жеңімпаз деуге де болады. Бүгінгі сабағымызда Тамерландардың тобы жақсы жұмыс жасады. Болашақта да осындай нәтиже көп болсын деп тілеймін. Осымен сабағымыз аяқталды.